Батыс Қазақстан инженерлік технологиялық колледжі Орал. Ақмоланы Астана жасап, барлық депутаттарды бір жерге жинап, нестерлерінді білмей ерігіп, жақында Антарктиданы шақырып жатыр деп естедік. Біз бастаймыз. Қалай балдар, амансыздар ма? Жайлап. Ал, КВМ басталды, айттыңдар ма? Айттық. Бастырың қайда? Президент қол, мен тұр ғой. Қалай, амансыздар ма? Бәрекел, КВМ басталды деп айтады, дос емес пе? Молодец, сендердің КВМдарың мен әйелім жаман қарайды. Сен ана шалқардық емессің бе? Молодец. Ана шалқар дегеннен шығады, сендер танисыңдар ма, танымайсыңдар ма? Ай, сендер танымайды шығарсыңдар. Мына шалқарда Құмаш деген шал болды. Екі баласы болды, Бәсөк Жәдігер деген. Ана Бәсөк қарсы темірмен айналысады. Ой, біраз көтеріліп кеткен. Орысы бар, мал бағатын. Анау Жәдігер армияға барып, содан келмей қалды дейді. Білмеймін, ана жақтан не болған, бір қатынның қолына кіріп кетті бірдеңе болды. Сол жаңа Жәдігерлерді көрсең, менен сәлем айт, жарым сәт өктесең, өздері біледі. Жақсы ма? Не қылыңдар, пинал дедіңдер ма, квен дедіңдер ма, не үшіндер? Бірінші сіз мына эфир болып жатыр, мына аяқ киіміміз дұрыс емес кіріп келген сахнаға. Несі бар, жым-жылы керемет аяқ киім мынау. Мыналар кимейді. Қораға киіп шыға жарамаймын, мына қарсы жым-жылы керемет. Қойыңызша. Пайдаға самайды, керемет мынау, керемет аяқ киім. Сендер не мынау? Сендер квендерін түсінбейме? Неге? Білмеймін, апыр-топыр 5 шығады, ыржың-ыржың өздері айтып өздері дым түсінбейсің. Оны не айтып отырсың енді? Не деген квен, ыржың-ыржың бірден айтып қашады, кімнен қашып жүр білмейсің айтып. Сендер квендарың квен емес. Неге? Сендер осында декларацияларың дұрыс емес. Неге декларацияларың дұрыс емес? Декларация дұрыс емес сендер. Неге? Қарашы, мынандай декларация бола ма? Неге? Неге? Есікті адам мын жақтан шығара ма, есікті адам? Есікті адам мын жақтан шығара ма деймін. Қалай? Не мынау, есіктен аңырайып жатыр, ертең шел кірсе айдайды, мына квендарың квен ме? Оны президентке айтыңыз. Бастысыңдар, қарамайсыңдар болсын, не үшіндер енді. Мынау есіктен мына от, телевизор дұрыс қойғансыңдар. Ана балдар шығып тұрмасында биік қойғансыңдар. Мына есікті анжақтан шығарыңдар. Мынау деген гипсокартон болмау керек, мына көріп тұрсың мынау. Мынау ракошы блоктан тұрғызыңдар. Қарамайсыңдар, басында үшінде қарамайсыңдар. Ана ертең мынау гипсокартон салсаңдар, елу қайдың үй ұқсап түрсіңіз, түрсе қарай тағат бейті, арсы емесін. Квендарың квен болмайды, жаңбыр айдайды да тұрады. Түсіндір ма? Болды. Мына сендер квендарында квен деп айтпайсыңдар. Неге? Біздің квенімізді айтыңдар сендер. Неге қандай? Квенді өмірден алыңдар сендер. Мысалға? Мысалы алдында Құрманғайлардың үйінде 30 жаста отыр. Баласы қолға су құйып жатыр жаңа. Айтады, аға, мынау қолыңызға шампунь әкеліп берейін, басыңызды жуып алыңыз дейді. Вот квен, көрдіңдер ме? Осы неге шығарып жүрмейсіңдер ал квен? Шығарамыз, иә. Шығарасыңдар ма? Шығарамыз, иә. Тағы да квен бар. Қой, айтшы ал. Мұндай квен бар. Тасбақаның ішінде әңгіме соғытқан 4 қыз деген квен бар. Ол қалай ойнайсың, сахнада ойнай алмайды ғой, түкте ойнай алмайды ғой. Келмей ма? Келмейді. Келетін бар, қазақи жақсы әзіл бар. Ал, айт ал. Түйенің ішінде сәл секіріп жүрген 4 вертолет деген бар. Ал, ойнашы ал. Бірақ оған түйе керек. Қойшы. Сендер квендерін бастаңдар. Мен қазір келем. Қайда айтып жатсыз? Ана кеше Сарапа давлениемен құлаған дейма, кіріп шақтап бастай берді, айта. Ақболат, ана депутат қылып босқа сайлады. Мен айттым сендерге, осы ауыл болып сайламай-ақ қояйық дедім, өздерің сайлайық дедіңдер. Ақболат, сен қазір келеді, бәрін бетіне айт. Айтам бетіне. Айт, өзін айт ал. Бетіне айтам ал. Айт, дұрыс келді. Ой, халқым! Я, саған. Тұрсын, сен бар ғой да, айттың, істеген жоқсың. Мына біздің жалақымызды көтереміз деп айтты ғой. Дауыс берердің алдында айттың ғой. Айттың, ал содан кейін ана студенттердің стипендиясын көтерем деп айттың ғой. Айттың, неге істемейсің? Ой, халқым, мен сендерге анау жалақын түсірем деп айттым ба? Жалақын көтерем деп айттым ба? Тамақтың бағасын түсірем деп айттым ба? Мен депутат болдым ба? Жоқ. Енді атаңның басына келіп түсірем ба? Тіп-тіп тамақ ішкізбейді әйтеуір. Көпшілігіміз байқамауымыз мүмкін, бірақ әжелеріміздің отырысында мынандай қызық жағдайлар болады. Ана көрші келіннің шайын айтамыз да. Бәріміз әңгіме Балауса қыз едіңі бұрлы кезедей, шашына ақпан тек байлаған, қолбысын жайнар. Айтсаңдаршы қасын, айтсаңдаршы. Соқыр тауық
тауыққа бәрі бидай дейді. Оны көз дәрігерлері өздеріне жақындатып бұлай алмастырып алыпты. Соқыр тауыққа көзілдірік алып берейік деп. Көз дәрігеріне жұмыстан жаңадан кірген дәрігер. Қыздар амансыздар ма? Саламатсыз ба? Не деген білем, саламатсыз ба? Адам үлкен кісімен сөйтсіз амандаса ма? Тәрбие көрмейсіздер. Дұрыс амандаспайсыңдар ма? Қалай? Есіміңіз кім? Құмаш. Құмаш аға, жалпы қандай мақсатпен келдіңіз? Сен қуасың ба адам көз дәрігеріне асқазан қаратуға келе ме не? Бір түр сұрақ қойдым ма? Дайынсыз ба? Қайда? Мына қандай? Андай көзі жауып тұратын бірдеңелерің жоқ па не? Мен оны ұмытып кеттім мен. Мә темекі алыңыз. Оны істеймін. Аудан салыңыз. Ал бұл қандай? Ш дейді ғой. Мынау. Қ. Үлкен Ш. Ауыл қонақ болып жатыр, есік алдына темекі шегуге шыққан ағаларымыздың әңгімесі. Айтамын деймін ғой, бұда үйді бар ғой, бұда бері қарай шық. Бұда үйдің проектісі сызып жатыр ғой. Нағылымдар есің? Бұда терезеді бұлай қарай сызып, бұлай. Неше квадрат ана? Ау. Неше квадрат метр ал? Неше квадрат екен, бұда бұлай салсың ғой, бұда кеш, бұл жерде терезе шығарсам, бұл жерде. Бұл жерде терезе шығарсам көр. Бұл жерде ошақ шығарам деп отырмын, бұл жерде. Котельный бұл жерде болады, көрдің ба? Сен мына терезе мына жақта шығарма. Неге? Күн түспейді ертең. Жо. Фундамент неше метр? 1 метр деп жатыр фундамент. Онда терезе мұн жақтан шығады. Міне, сол жақтан шығады. Қатырасында үйтті байлап қойыңыздар. Кетші, кет! Кет оғыз! Астана, шынайы әзілдерімен Орал. Мыналар әлі жүрмей. Әлі жүрмей. Бана айтып өзіңдер, бар тамақтан ішіңдер деп. Мұраның бәрі нағы отыр. Ыржың, ақақу, сақау, дауы жатындар, тәті алты отыр. Астана, назар аударғандарыңызға рахмет. Қазақтың байтақ жері, тонық өзен көлі, бірлігі жарасқан, тәуелсіз Қазақстан. Қазақтың байтақ жері, тонық өзен көлі, бірлігі жарасқан, тәуелсіз Қазақстан. Отанымның кен төріне, әр аймақтан көп келуде, сенде бүгін қосыл ерімбе, жақсылап жайға сесіл жеріне, күн шымындап шығыстан танатады, қала қызып, түн батады, шырқалып үні гитара, билеп оған түнгі фонтанда, Атырау